Bumblebee oyandı. Ол қайда еді? Бұл жер бұрышты еді. Барлығы шаршылардан жасалған. Ол айналасына қарады. Жасыл шөпті, ағып жатқан суды және түрлі түсті гүлдерді көрді. Бұрын соңды мұндайды көрмеген еді. Оптимус, деп дауыстады Бамблби. Жауап жоқ. Оның ең жақын досы және көшбасшысы Оптимус Прайм еш жерде көрінбеді. Бамблби алаңдай бастады. Олар порталға бірге кірген еді. Не болды екен? Оптимус қайда? Бамблби оны табу керек екенін білді. Ол досын осы жат, бұрышта әлемде жалғыз қалдыра алмады. Ол ең биік тауға шығуды шешті. Мүмкін сол жерден ол қайда екенін көріп, Оптимустың қайда екенін білетін шығар. Тауға шығу ұзақ және қиын болды. Күн Бамблбидің металл қабығын қыздырды. Бірақ ол бас тартқан жоқ. Ол Оптимусты табуы керек еді. Ақыры ол шыңға жетті. Оның алдында кең пикселді әлем жатыр еді. Бамблби көкжиекті шолып шықты. Ол ормандарды, шөлдерді және тіпті алыста үлкен мұхитты көрді. Бірақ Оптимус көрінбеді. Дәл үміті үзіле бастағанда ол алыстан бір нәрсе байқады. Таудың етегінде орналасқан кішкентай ауыл. Мүмкін, ондағы біреу Оптимустың қайда екенін білетін шығар. Бамблби жаңа күшпен тік беткейлерден абайлап түсе бастады. Ол қараңғы түскенше ауылға жетуі керек еді. Ол Оптимусты табуы керек еді. Бамблби ауылға күн батқанда жетті. Тұрғындар оны таңырқай қарап тұрды. Олар бұрын соңды осындай роботты көрмеген еді. Бамблби басқа тілде сөйлейтіндермен қарым-қатынас жасауға тырысып, Оптимус Праймды көрмегенін сұрады. Мейірімді жүзді бір ауыл тұрғыны алға шықты. Ол десептикондар деп аталатын зұлым роботтар тобы олардың жерінде террор жасап жатқанын айтты. Олар Оптимус Праймды ұстап алып, оны қараңғы және қауіпті жерге, зынданға алып кеткен. Бамблбидің жүрегі батылдыққа толды. Ол Оптимусты осы десептикондардан құтқарады. Ол ауыл тұрғындарына десептикондарды жеңіп, Оптимусты аман-есен алып келетініне уәде берді. Ауыл тұрғындары қуанды. Оларда жаңа батыр Бамблби есімді батыл робот пайда болды. Ауыл тұрғындары Бамблбиге десептикондар зынданына апаратын жолды көрсетті. Бұл ұзақ және қауіпті саяхат болды. Қараңғы ормандар мен қауіпті жыраларға толы. Бірақ Бамблби берік еді. Ол досын құтқару үшін кез келген қауіпке барар еді. Ақыры ол зынданға жетті. Ол қараңғы тастан салынған және жыпылықтайтын алаумен жарықтандырылған қауіпті құрылым еді. Бамблби іштегі десептикондардың металл дауыстарын естіді. Ол терең тыныс алып, жұдырығын түйіп, ішке кірді. Зындан бұрылыс дәліздер мен қараңғы камералардан тұратын лабиринт болды. Десептикондар әр бұрышта тығылып тұрды, бірақ Бамблби тым жылдам және күшті еді. Ол зындан арқылы жол тауып, әр соққысы оның күші мен жігерін көрсетті. Ол десептикондармен бірінен соң бірін жеңіп, әр жеңіс оны Оптимусқа жақындатты. Ақыры ол зынданның ең терең камерасына жетті. Онда бөлменің ортасында қызыл көздері жарқыраған қауіпті десептикондардың көшбасшысы тұрды. Ал энергия торына қамалған Оптимус Прайм болды. Оптимус, деп айқайлады Бамблби. Десептикондардың көшбасшысы қатал металл күлкімен күлді. Сен батыл соғыстың кішкентай автобот, бірақ сен мені жеңбейсің. Десептикондардың көшбасшысы энергияға толы жұдырықтарымен Бамблбиге тап берді. Бамблби жалтарып, өз шабуылдарын жылдам және күшті етті. Шайқас қызып, металлға қарсы жақсылық пен жамандық күресі басталды. Бамблби ешқашан бас тартқан жоқ. Ол Оптимус үшін, ауыл тұрғындары үшін, әділеттілік үшін күресті. Ақыры, күшті соққымен Бамблби десептикондардың көшбасшысын жерге құлатты. Бамблби Оптимусқа қарай жүгіріп келіп, энергия торын өшірді. Есенсің бе, досым? Рахмет саған, Бамблби, деді Оптимус Прайм. Даусында алғыс сезімі байқалды. Сен мені құтқардың. Олар бірге құлап жатқан зынданнан қашып шығып, ауылға қарай бет алды. Бамблби мен Оптимус бастарын көтеріп оралғанда, ауыл тұрғындары қуанып қарсы алды. Олар батырлар еді. Бамблби бұл жат, бұрышты әлемде көптеген қауіп-қатер бар екенін білді. Бірақ ол сонымен бірге олар бір-бірімен және ауыл тұрғындарымен бірге болса, кез келген қиындықты жеңе алатынын білді. Ол үйде болды.